емес ереді, азуын айға білеген, абаған көк жал көреді. Ой, туған едім. Сіз жұлдызсыз ба? Бұл өнерде қолданып жүрген сөз деп есептеймін. Мен оны қатты жүрегіме алып, аспандағы жұлдызбен тең екен деген сияқты бір өзін көкірек жоғары санайтын адамдардың санатынан емеспін деп ойлаймын. Ең бастысы біз қарапайым өнер адамымыз. Сондықтан өзімді елдің арасындағы бір қазақтың қара әншісі, қарапайым баласы ретінде сезінемін. Өнердің тұлға болып қалыптасуыңызға қосқан үлесі? Мені бір адам Өмірқұлай Ниязов ретінде, немесе бір телевизордан ғана көретін, қол жетпейтін бір әртіс ретінде қараса, ол өнердің ерекше бір қасиеті деп есептеймін. Тұлға болдым ба, болмадым ба, оны тарих көрсетер, уақыт көрсетер. Бірақ осы өнердің арқасында қазақтың бір әншісі ретінде қалыптасып келетқаным жасырын емес шығар. Сондықтан мені бір қазақ таныса, ол тек қана өнердің арқасы деп есептеймін. Өмірде не бағалы, не бағасыз? Адам болып келгеннен кейін ол жан-жағың бағалы шығар деп ойлаймын. Ол ата-анамыз, ол әйел бала-шағамыз, ол достарымыз, ол іні-қарындастарымыз және әріптестеріміз дейік. Өмір жалпы осы жақын адамдармен бағалы шығар деп ойлаймын. Жақыныңызды қиындықтан құтқару үшін заң бұзушылыққа барар ма едіңіз? Өмірде ең бағалы, ең құнды ол адам. Менің ойымда ол ата-ана болсын, ол бауыр болсын, ол дос болсын, ол қасыңдағы жақсы адам болсын. Әрине бұл адамдар үшін әр нәрсеге дайын болу керек деп есептеймін. Ал заң мәселесіне келген кезде енді әрине енді кішкене қиындау, бұзуға дайынмын немесе бұзбаймын деп айту. Ондайды енді Алла басқа бермесін, бірақ барлық жақсылықты барлық жағынан көмектесуге дайынбыз. Ал барлығы таза заңға келетін болса, ол заң шеңберінде болу керек. Кімге алғыс айтар едіңіз? Енді алғыс әуелі Аллаға деп айтылып жатады. Одан кейін себепкер ата-анамыз, жетістіктеріміздің барлығы, былай айтқан кезде ата-анамыздың дұғасы менен, ата-анамыздың тілегі менен, қазақша айтқан кезде, сол кісілердің жатса да тұрса да осы балаларына деген Алладан сұраған тілегі деп есептеймін. Ауылдың тілегі барлығы бізді осындай жетістіктерге жеткізіп отыр деп ойлаймын. Сондықтан жан-жағымызға, ата-анамызға, бауырларымызға алғыс айтамыз. Анаңызбен соңғы рет қашан сөйлестіңіз? Қоңырау шалып, жақсы көретініңізді айтыңызшы. Алло, Өмір? Шәумберт, Бақытты боласың. қалайсыздар, амансыздар ма? Жақсы, жақсы. Денсаулықтарыңыз қалай? Жақсы деймін. Енді мен бүгін сіздерді қалың көпшіліктің алдында сізді жақсы көрем деп айтайын деп жатырмын. Иә. Сізді жақсы көрем, аман болыңыз, деніңіз сау болсын, бала-шағаңыздың ортасында осылай жүре беріңіз деп айтып жатырмын. Рахмет. Мен де сені жақсы көрем, Ақтоғай. Семьяларыңмен бәрің бақытты болыңдар. Рахмет. Әумин, рахмет. Иә. Ағам екеуің бақытты болып жүре беріңіздер. Рахмет. Дендерің сау болсын. Дендерің сау болсын. Иә. Немерелерің өсе берсін. Айтқаның келсін. Жақсы, рахмет. Мен өзім кемпір шалдың баласы болып өстім, әке-шешемді аға жеңге деймін, қазірге дейін. Арғы өмірде бақытты болу үшін не істеу қажет?
намаз оқып, исламның шарттарын орындаса, қайырымдылық, адамды жақсы көру, адамға көмектесу, жамандық ойламау, біреудің ала жібін аттамау, біздің қазақтағы өтірік айтпау, біреуді сатпау деген сияқты қарапайым өмірдегі қағидаларды сақтаса, ана өмірде де бәрі Алла қаласа дұрыс болады ғой деп ойлаймын. Балалық шақтағы ыстық естелігіңізбен бөліссеңіз. 6 классымда осы совет балаларының соңы болып мен Артекке жіберген. Ол Артек деген сол кездегі совет балаларының ең үлгілі, ең жақсы оқитын, 5-пен оқитын балаларды жіберетін лагерь еді. Ал мен үшін ол Москваға бару, Москвадан ары қарай Симферополь, Севастополь деген қалаларды көру, одан кейін Қырымға барып, Аюдак деген таудың жағасында Янтарный деген жаңағы, о кезде не дейді, лагердің аттары ғой, Хрустальный, Янтарный деген. Сондай бір топқа түсіп, сол жерде 40 күн болу мен үшін бір үлкен есте қалған дүние болды. Ол жерде совет балаларының барлығы орысша білмейміз, бірақ ең қызығы сол 40 күннің ішінде аяқ жағына қарай шүлдірлеп орысшаны да үйреніп қалған кезіміз болды. Жақсы достар болды. Қайтар кездегі маған ең қызығы ұнады бір-бірін балалардың қимауы, автобуста соншалықты бір жылап қоштасуы, соның барлығы бір бала кезімдегі бір ерекше сәт болып көрінген сияқты. Ең үлкен қорқынышыңыз? Жалпы өмірде қараңғылықтан қорқам, үйде де свет жанып тұрмаса мен үйде жата алмаймын. Ал ең бірінші нәрсе ол Құдайдан қорқу. Өлімнен қорқу. Өлімнен қорқу ол Құдайдан қорқу деп ойлаймын. Ояқта не болады? Қалай жауап береміз? Көптеген пенде болғаннан кейін дүниелер бар. Күнәларымыз көп шығар мүмкін. Соның барлығына жауап беруден қорқамын. Бірақ нәрсе бар, ол өлімнен қорқу. Өлімнен қорқу ол Алладан қорқу деп есептеймін. Біздің жүрген жеріміз күнде де базар, күнде туып, мен шіркіннің сойылынан аталы жерден шапқандай, ойпаң жерде сортақ бар, жабыдан туған қорқақ бар. Сөйле десең жыршыңыз, алдарыңда жортақтар, туған айға ант берген, ақ қағазға хат берген, екіде езу тіл таңдай сөйлесін деп жақ берген. Шықпай отыр домбырам, сырылдап мұның қақпағы, айтқан сөзге түсінбес адамның мисыз ақымағы. Қандай ырымға сенесіз? Ырым ұстап жүрген адам емеспін. Бірақ Қазақта мынандай ырым бар еді. Қоныс аударса, сол балалы болмай жүрген адамдар балалы болады деген ырым бар негізі. Осы жақында келіншегіміз екеуміз айтамыз, мүмкін осы жаңа үй бір құтты үй, шаңырақ болған шығар. 2 жылдай болды біз басқа шаңыраққа көшкенімізге. Егер де барлығы дұрыс болып сүйіншілейтін болсақ, маған осы ырымнан артық ырым жоқ деп ойлаймын. Қабыл алған ерекше сыйлығыңыз? Мен үшін ол өмірдің ең үлкен сыйлығы. Мені осы уақытқа дейін демеп келе жатырған, көңіліме медеу болып келе жатырған, ол Құдайдың берген Нұртуған деген ұлы. Сондықтан мен үшін Алладан келген осы сыйдан артық сый жоқ. Отбасындағы
ер адамның рөлі қандай? Ер адамның рөлі ол бұрыннан келе жатырған ата бабамыздың салт дәстүрімен де солай, қазір де солай болу керек деп ойлаймын. Ол ер адам үйдің жаңағы тірегі, сол әйел балашаға оған берілген аманат болса, ол нәрсенің барлығын көтеріп, иығымен сол өмірдегі керек дүниелердің барлығын жасау, ол еркек азаматтың борышы деп ойлаймын. Сондықтан әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі дейді. Ең бірінші ер азамат болу керек, сол үйге тірек болу керек. Алғаш рет қанша теңге жалақы алдыңыз? 2000 жыл мен осы Горный Гигантта, Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармониясына қабылдандым. Сол кездегі жалақым енді тиындарын білмеймін, жобамен бір 3000 теңге ақша болған. Алладан тілеген ең үлкен тілегіңіз? Алладан мен тағы да балалы болсам деп тіледім, осы жылдар бойы. Басқа тілек болған емес. Мен жалпы өнерде де бір талпындым, мен танымал әртіс болуға, бірақ бір сондай бір Құдайдан жалбарынып, бір мен жұлдыз болайын, әнші, бір атақты болайын деген ондай мен тілек болған жоқ. Менің соңғы осы жылдар тілегім сол, тағы да ұрпағым болса, сәбиім болса деп тілегем. Мүмкін Алла естіген шығар. Ер адам мен әйел адам қарым-қатынасын қалыптастырудағы 3 қағида. Ең бірінші қағида, екі жас ертерек бас қосса және жетістіктерге бірге жетсе, сол кезде ол шаңырақтың бір маңызы, бағасы болатын сияқты. Одан кейін қарапайым қағидалар ол сену, сыйлау міндетті түрде, адалдық. Осы дүниелер болса, меніңше шаңырақ шайқалмайды деп ойлаймын. Адамы өз өмірдің басты кейіпкері болу үшін не істеуі керек? Еңбектену керек, жетістіктерге жету керек. Оның барлығы еңбекпен келеді, біліммен келеді. Соған байланысты өз өмірінің басты кейіпкері болады. Оған меніңше білім болса, орта болса, еңбек болса, жеңіл жетуге болады деп ойлаймын. Сіздің ақиқатыңыз? Қарапайым, шын жүру, ешкімді алдамау, барлығын сол күйінде әсірелемей қабылдау және солай жеткізу. Бұл менің қарапайым ақиқат.